Халық ерекше баға берген «Қыз жібек» фильмі қанша көрсеңіз де жалықтырмайтын туынды. Құман Тастанбеков халқының жадында қазақтың Төлеген болып сақталды. Өмірін өнерге арналған майталман кино әлемінде көптеген рөлдерді сомдады. Құман Тастанбеков алғаш «Қыз жібек» фильмінде Төлегеннің рөлін ойнағаннан кейін «Қыс мазасыз маусым», «Ағам менің», «Ерекше күн», «Аққулар ұшып келеді», «Махаббат жаңғырығы», «Алаң шеті», «Өрнек» сынды фильмдерге түсті. Ол Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында, Мұхтар Әуезовтың Айман Шолпан, Қаракөз, Еңлік Кебек, Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана және Ақ кеме сынды қойылымдарын сахналаған. Құман Тастанбеков театр және киноны қосқанда 200-ге жуық рөлді сомдаған.